Телеэфирде ұлттық арна ақпарат, студияда қымбат Досжан. Кеш жарық қымбатты көрермен. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша білім алып жатқан студенттер бірден жұмысқа орналасуға мүмкіндік алды. Қарағанды облысында орналасқан қожалық университетті енді бітірген жас мамандарға қызығушылық білдіріп отыр. 4-ші курс студенттеріне шаруашылықты таныстырып кездесу өткізді. Оңғар Алпысбайұлы жалғастырады. Нұрсұлтан болашақ агроном, алдағы жазда диплом алады. Бүгін көзімен көргенде кәсіпорында қызмет ету арманы. Сондықтан да жасалып отырған мүмкіндікті қалт жібермек емес. Келешектегі арманым өзім шаруашылық ашу. Ойым сол тәжірибе жинап, келешекте шаруашылықта жұмыс істеу. Кәсіпорын қазір бидай және картоп шаруашылығымен айналысады. Соңғы және озық технологиямен жабдықталған. Өнімдеріне сұраныс жоғары. Бұл қапқа түсіп жатқан сұрыпталып сүзгіден өткен картоптар барлығының сапасы өте жақсы. Ертең бұлар Астанадағы және Қазақстанның өзге өңірлеріндегі үлкен сауда орындарына арзан бағамен жіберіледі. Кәсіпорын мамандары әр студентпен жеке-жеке тілдесті. Көңілдеріне шығып жатса, жазда жұмысқа алуға дайын. Лето будут созданы им все условия. Жұмысқа келген жастардың барлығына пәтер береміз. 2 миллион теңгеге алғашқы көмек көрсетеміз. Жалғыз шартымыз жастар біздің кәсіпорында кемінде 5 жыл жұмыс істеулері керек. Осылайша келер буынды жұмыспен қамти отырып, өзімізге жақсы мамандар тәрбиелеп алмақпыз. Былтыр аграрлық университетті бітірген түлектердің 80% жұмыспен қамтылған. Биыл көрсеткішті одан әрі жақсарту көзделіп отыр. Осылайша елбасы жүктеген тапсырмалар рет-ретімен жүзеге асырылмақ. Оңғар Алпысбайұлы, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Бүгінгі ақпаратымызды зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, аман есен жүздесейік.